Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз өткен сабақта ұлттық бірыңғай тестте изопроцестерге арналған есептер шығарғанбыз. Біз енді әрі қарай жалғастырайық. Бүгін біз енді жиі көп кездесетін есептер бар. Бұл механикалық тербеліс кезінде энергияның түрленуіне арналған есептер көп. Соның қазір біреуін қарастырайық. 16-шыны байқайтын болсақ, мынандай есеп көрсетілген. Қатаңдығы 400 ньютон метр серіппеге ілінген жүктің тербеліс амплитудасы 2 сантиметр. Ал ең үлкен жылдамдығы 2 метр секунд болса, дененің массасын тап дейді. Енді бізден бұл тақырыпқа қарап отырса, бұл есеп жаңа механикалық тербеліс кезінде энергияның түрленуіне берілген екен. Ол үшін біз бұл тақырыпты біз 9 класста өтіп кеткенбіз, 9 классының физикасында өткенбіз. Сол 9 класстағы физикадағы бұл тақырыптың формуласын жазып аламыз. Міне, формуласы толық энергия, бұл кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия тең болады. Ол тең mv квадрат бөлінген 2. Енді деформация кезіндегі потенциалдық энергияға арналған формула ол kxm квадрат бөлінген 2. Бұл жерде xm деген жаңағы амплитудасы, тербеліс амплитудасы. Енді мына жаңа есептің берілгенін жазып алайық. К тең 400 ньютон метр, xm 2 сантиметр, жылдамдығы 2 метр секунд. Табу керек, бұл жерде массасын тап деп тұр. Бұл есепті шығару барысында бірінші біз жаңа бір жүйеге келтіріп аламыз, сантиметрді метрге айналдырып аламыз. Енді жаңа айттық, біз механикалық тербеліс кезінде энергияның түрлену тақырыбында 2 формула бар. Потенциалды толық энергияның формуласы мен потенциалды энергия деформацияға арналған бар. Осы екеуін бір-біріне теңестіреміз де, ем арқылы тауып аламыз. Емді табу үшін жаңа мына kxm квадратты v квадратқа бөлеміз. Міне, сонда жаңағы 0,04 килограмм шығады. Енді сол тесттен байқаймыз. Тестте бұл жаңағы бар екен жауабы v 40 грамм. Мына килограммды грамм айналдырғанда ол жаңа 40 грамм болады. Міне сонда біз бұл есепті тез шығару үшін біз 2 формуланы білуіміз керек. Толық энергия мен потенциалдық энергия деформацияға арналған. Осы бойынша шығаруға болады.